Қайырлы күн, құрметті кішкентай ғана балдырғандар. Біздің осы кітапханамыздың ұлттық бөлімінде жалпы кішкентай балапандарға, балғындарға арналған ақын жазушыларымыздың өлеңдері, әңгімелері, сонымен қатар кез келген тақырыпқа жазылған құнды дүниелері барлығы кітапханамыздың сөресінде бар. Өздеріңізге белгілі, жалпы қазақ әдебиетіне, қазақ поэзиясына, сонымен бірге балалар поэзиясына өзіндік үлесін қосқан Несіпбек Айтұлы ағамыздың өлеңдер жинағы шығар, олар жинағы. Бұл кітаптың ішінде Несіпбек Айтұлы ағамыздың өлеңдері мен поэмалары топтастырылса, балалар әдебиетіне ерекше қолтаңбасымен, шығармашылығымен белгілі Толымбек Әбдірайымов ағамыздың Ақ қоянның үйшігі. Бұл кітаптың ішінде тұнып тұрған қысқа да нұсқа әңгімелер және ертегілер, қызықты оқиғалар, мысалдар топтастырылған. Келіп алып оқысаңыздар болады. Сонымен бірге балалар әдебиетіне өзіндік үлес қосқан Қастек Баянбай аталарыңыздың өлеңдері, балалар әдебиеті жөніндегі жалпы өзінің қалдырған пікірлері бар. Мұзафар Әлімбай белгілі қаламгер, қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алған ақын аталарыңыздың шығармалар жинағының көптеген томдықтары бар. Мен сіздерге екінші томдығын көрсетіп отырмын. Өздеріңізге арналған кез келген тақырыптағы өлеңдерді, тақпақтарды Мұзафар Әлімбай шығармаларынан кездестіруге болады. Сондықтан бұл кітапты да біздің кітапхана қорымыздан алып оқуларыңызға болады. Және бүгін сіздермен бөлісейік деп отырғанымыз балаларға базарлық. Осы кітаптың ішінде жалпы Елубай Ескен ағамыздың шығармашылығы, бұл кішкентай ғана бүлдіршіндеріңізге арнайы жазылған тақпақтар, жұмбақтар, мақалдар, мәтелдер. Мен сіздерге мақал жөніндегі тақпағымен бөліскен жөн санап отырмын. Қазақ өзін айтады, мал иесіне тартады, содан ба деп ойлаймын, жуастығын қойлардың, қашан айда, қайдайда, сол жағыңа бармай ма? Болса дағы жауы көп, ешкімге ақы дауы жоқ, жылқысының бітімі келістірсең күтімін, шаршамайтын алысқа, озар дүрмек жарыста, түйесінің қайраты, таптап кетер айбаты, үстіне арт қанша жүк, қиналмайды онша түк, шыдап жүре береді, болмасын су қорегі. Одан кейін құрметті біздің кішкентай ғана бүлдіршіндер жылауық деген тақпағымен жалғасады. Сондықтан сіздер кітапханамызға келіп, ұлттық бөлімдегі балалар әдебиетіне арналған кез келген жанрдағы кітапты тауып алып оқуға болады.